Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай американдық печеньелер дайындайтын боламыз. Бұл печеньеге бар жоғы 15 минут уақытыңыз кетеді. Осы печеньелерді кафенелерден көріп жүрген боларсыз, ал енді өзіміз дайындайық. Бізге ең алдымен ұн қажет болады. Сары май, жұмыртқа, қант және қопсытқыш қажет болады. Ең алдымен үлкен ыдысымызға жұмыртқаны, қантты және сары майды қосып жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте ұнды қосамыз және осы жерде қопсытқыш қосуымыз керек. Мен ұмытып кеттім, бірақ кеште болса қосып жібердім. Сол барлығын қосқаннан кейін жақсылап араластырып алуымыз қажет. Міне қопсытқышты мен енді қосып жіберіп жатырмын. Ондай жағдайлар менде болып тұрады. Сондықтан ең бастысы мүлдем ұмытып кетпеген дұрыс. Міне бізде қамырымыз осындай болып шығады. Келесі кезекте шоколадты турауға кірісеміз. Менде Қазақстан шоколады, немесе өзіңіз қалауыңызша Калибаут шоколадын қолдансаңыз болады. Келесі кезекте шоколадымызды дайын болған массамызға қосып жақсылап тағы да бір араластырып аламыз. Осымен біздің печеньеге қажетті массамыз дайын болды. Формамызға пергамент қағазын төсеп, пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Келесі кезекте қолымыз сулы болғаны дұрыс, өйткені қолымызға жабысып қалады. Осылай дөңгелек шар тәрізді етіп формаға келтіресіз, бірақ үстін қатты баспайсыз. Осындай шар тәрізді болып тұрғаны дұрыс. Ол піскен кезде өзі осындай керемет формаға келіп пісіп шығады. Міне біздің печеньеларымыз дайын болды. Сондай өте жұмсақ, өте нәзік болып шықты. Ең бастысы бір күн тұрғаннан кейін де қатты болып қалмайды. Осы рецептпен жасап көріңіз. Ұнап жатқан болса пікіріңізді қалдырып, каналыма тіркеліп қойыңыз.